Сөмкеміздің арқаға ілетін бауын тоқып бастаймыз. Ол үшін осындай фурнитураға негізгі жіпті кіргізіп, оны сөгіліп кетпейтіндей етіп айналдырамыз да ілгекке іліп бір рет тоқимыз. Және дәл осылай 3 рет қайталаймыз. Барлығы 4 болуы қажет. Және әрі қарай осы 4 жіпті ілгектің бойына өткізіп аламыз. Бастапқы қатардағы ілгектің бойындағы жіпті негізгі жіптен бір рет қана өткіземіз. Әрі қарай 2 жіптен өткізіп тоқимыз. Және осы тоқылған бөліктердің арасынан, мінекей жанынан ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті тартып шығарамыз. Әдеттегідей бастапқы алғашқысынан 1 рет, қалған бөліктерінен 2 реттен іліп алу арқылы дәл осылай қайталап көрсетілген бөлікке дейін тоқимыз. Ұзындығы 47 см болатын артқы бауды тоқып алдық. Енді осыны сөмкемізге біріктіріп тоқитын боламыз. Ол үшін сөмкенің артқы жоғарғы жағынан маркермен белгілеп қойсаңыздар болады. Яғни ортасында 4 галочка қалуы қажет. Оң жағынан әрі қарай 4 рет, сол жағынан бері қарай 4 рет манағы жіпті, яғни арқаға ілетін тоқып алған бөлігімізді біріктіреміз. Ол үшін алғашқы біріншісін, екіншісін, үшіншісін, төртіншісін, яғни барлығын осылай ұзынырақ етіп шығарып аламыз. Осы шығарып алған ұзын жіптерді енді сөмкеге мына галочкалардың арасынан ілгекті өткізіп, 4-еуін де шығарып аламыз. Мұқият болыңыздар. 1, неке осы бөліктен екіншісін өткіземіз. Және де үшіншісін, төртіншісін осылай өткізіп аламыз. Осы шығарылған бөліктерден ілгекті іліп алып, әрі қарай тоқитын боламыз. Ол үшін негізгі жіптен тарта отырып, 4-еуі де ілгектің бойында біркелкі етіп орналасуы үшін барлығын жақсылап қалпына келтіріп аламыз да әрі қарай тоқып жалғастырамыз. Сөмкенің жоғарғы жағындағы ұстайтын тұсын тоқимыз. Ол үшін келесі белгі орналасқан бөлікке дейін тоқып аламыз. Яғни оның сантиметрін тоже метражникпен өлшейміз. Менде барлығы 16-17 сантиметр көлемінде шықты. Сіздер де осылай тоқсаңыздар болады. Дәл осы тоқып келе жатқан бөліктен, яғни оң жақ бетінен манағыдай 4 рет ұзын етіп аламыз жіпті. Және де маркер тұрған бөліктен әрі қарай 4 рет санап алып, осы 4 жіпті шығарамыз да
төменге қарай тоқып жалғастырамыз. Екі жақтың да арқа бауын бір-біріне теңестіріп тоқып қатарды аяқтаймыз. Яғни екеуі де 67 см болуы қажет. Тоқылған бөліктің басын, яғни аяғын қалай аяқтаймыз? Ол үшін мұқият қараңыздар. Жіпті артығырақ етіп қиып аламыз. Осы 4 жіптің ортасынан ілгекті өткіземіз де, негізгі жіпті барлығының бойынан бірден өткізіп шығамыз. Және де арнайы осындай трикотаж жібі өтетіндей инені алып, одан өткіземіз. Фурнитураның ортасына осы негізгі жіпті кіргізе отырып, мықтап, видеодағыдай етіп, бекітіп, тігіп тастаймыз. Және де осы артық қалған жіптің бөлігін бірден қиып тастамаңыздар. Ол сөгіліп кетуі мүмкін. Яғни осы арқа баудың тоқылған бөлігінің арасынан байлап тастаңыздар. Сол кезде мықты болады. Ешқандай да сөгілмейді бұл жіптен. Ал енді арқаға асатын бауымыз ұзын, қысқа болып өзімізге ыңғайлы болуы үшін осындай темір бауды пайдаландым. Оның бірінші бөлігін астыңғы темірге, екінші бөлігін манағы арқа баудың соңындағы фурнитураға екі жағында бірдей етіп өлшеп алып орналастырамыз. Әдемі әрі сәнді сөмкеміз дайын болды.
назарларыңызға үлкен рахмет.